Өте маңызды екі ақпарат. Біріншісі, Ресейде Мәскеуге жақын жерде атом апаты болыпты дейді. Радиация шырғалаңынан қазір Ресейде радиацияменен былғану үлкен апат болып жатыр. Бірақ Ресей бұл ақпаратты өлгенше жасырып жауып жатыр деген бейресми ақпарат көздерінен ақпараттар желдей есіп лаулап кетті өрттей. Бұл нені білдіреді? Біріншісі, Ресейде шынында да апат болған болуы мүмкін. Бұл бір. Екіншісі, бұл жалған қауесет болуы мүмкін. Үшіншісі, бұл Орыс пен Украина ортасындағы ақпараттық соғыстың бір салдары болуы мүмкін. Төртіншісі, бұл шын мәнінде орыстар өздері атомдарын, ескі атом қаруларын немесе атом электр станциясындағы бір урандарын байытамыз деп, әбден советтің ескірген заттарынан бір нәрсені бүлдіріп алды, сосын енді соны жасырып жауып жатқан болуы мүмкін. Бесіншісі, қазір енді дрондарыңыз Ресейдің С-300, С-400 түгілі С-500-нің өзі ұстай алмайтын жағдайда алсаралық күш алады. Мүмкін қандай да бір радиациялық заттар сол дрондарменен біз білмейтін бір жақтан сол Ресейдің қалаларына тасталған болса, адамдар радиациядан улана бастайды. Енді радиация деген енді ол өте күшті сәуле. Ол бірден адамның денесінің ағзасын ірітіп жібереді. Радиацияның зардабын ең көп тартқан халық жер бетінде бірі қазақ, екіншісі Жапон, үшіншісі Қытайдағы ұйғырлардың жасаған жерінде Қытайлар міне атом сынағын жасап жатыр. Үлкен апат. Сондықтан бұл атом шынында бір атомдық, мысалы, уранды байытудан Ресейде сондай бір дағдарыс болса, бұған қалқара неғып дабыл қақпайды, неге үнсіз отыр? Бұл әлде шынында Ресей бірдеңені бүлдіріп жасырып отыр ма? Халықаралық, мысалы, атом радиациясын бақылайтын ғылыми зерттеу орталықтары бар, саяси неше түрлі мекемелер бар, олардың барлығы неғып үнсіз отыр? Баяғыда, мысалы, Совет одағының азуын-айға білеп тұрған кезінде, Чернобыльде апат болған кезде, Еуропа бірден бұл туралы дабыл қақты. Совет өліп, өшіп, жасырып, жауып, ештеңені білдіртпей, тымпиып, Чернобыльде бәрі жақсы деп, тіпті Чернобыльде апат болғаннан кейін ол апаттың қаншалық зиян екенін біле тұра, сол жерде тағы да май мерекесіне, бірдеңе мерекеге бүкіл Совет одағынан шақырылған пионерлерді, жастарды, балалар шақырып әлгі жиналысын өткізеді. Әлгіге қатысқандардың барлығы дерлік өледі. Енді сол апаттан құтқарамыз деп бүкіл Совет одағынан адамдарды, еріктілер шақырады, бұйрықпен әскерлер кетеді. Оған құтқаруға барғандардың бәрі өледі. Тіпті ит жандылары ең соңында іріп-шіріп, бүйрегі, жүрегі, бауыры бәрі іріп, ауыздарынан қан құсып тұрып, неше түрлі апатпен өлді. Терілер іріп кетеді, кәдімгі іріп кетеді. Отқа жаққаннан арман іріп кетеді. Енді осындай апаттық жағдай қазір ресми батыс тарапынан ешқандай әңгіме айтылмай тұр. Бұл жоғарыдағы біз болжағандай 5 түрлі жағдайдың біреуі болуы мүмкін. Чернобыль атом апатының өзі бүкіл дүние жүзінде ғарыштан, атом бақылайтын нәзік аспаптардан, тағы басқа желмен жеткен неше түрлі белгілерменен батысқа бұл белгілі болып қалған. Ал мына апат болған жағдайда бұл неге белгілі болмай тұр? Қазірше бұның сыры белгісіз. Бұл бірінші тақырып. Екінші тақырып, Байден ақсақал ресми түрде міне жексенбі күні, сіздерде дүйсенбінің таңы болып жатыр, жексенбіде аяқ астынан өзінің сайлаудан шегінетінін жариялады. Бұл туралы енді қазір бүкіл Америка қоғамы, бүкіл дүние жүзі бұл тұтқиыл шешімге аң-таң болып, тіпті саяси тұрғыдан бір таң-тамаша жағдайда болып тұр. Адамдар тіпті ойланудың өзі қиын деп отыр. Бұл бірінші, енді бұл қалай болмасын Шалекең жариялап қойды. Шал бірден мен сайлауға қатыспаймын деп жариялап қойды. Енді осы туралы талқымызды біз Нағыз Атажұрт YouTube арнасында жалғастырамыз. Мұна Атажұрт ақш арнасындағы азаматтар Нағыз Атажұрт YouTube арнасына қарай ауысыңыздар. Ал Нағыз Атажұрт YouTube арнасының сілтемесін қайдан табамын десеңіздер, осы ақш арнасының комьюнити деген бөлігіне кірсеңіздер, Нағыз Атажұрт YouTube арнасында жазылған неше түрлі жазбаларды бөліскен жер бар. Сонда YouTube арнасының басында каналдың аты тұрады. Сол жерді бассаңыз, Нағыз Атажұрт каналына кіресіз, сосын соның лайв, яғни тікелей эфир бөлігін бассаңыз, бізді табасыз. Атажұрт ақш арнасы, сау болыңыздар. Нағыз Атажұрт арнасында Байден ақсақалдың саяси шешімі туралы лекциямызды жалғастырамыз.
Атажұрт ақш арнасындағы көрермендер, сіздер нағыз Атажұрт арнасына және Атажұрт қазақ арнасына жаппай көшіп алыңыздар. Біз осы үш арнаның көрермендерінің санын теңестірмейінше Атажұрт ақш арнасында тек лекцияның басын айтамыз, аяғын сол каналдарда жүргіземіз. Себебі ол каналдардың көрермендері 100 мыңға да жетпейді екен. Біздің бұлай істеудегі мақсатымыз, бізді неше түрлі отырсақ опақ тұрсақ сопақ қылып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан барлық арнада адамдарымыз болсын деген үмітпен істеп отырмыз. Кешірім өтінеміз, көшіңіздер. Ал Атажұрт ақш арнасы сіздерден жалғастырайық. Біріншісі, Байден ақсақалдың шешімі бірнеше себептен тұрады. Біріншісі, ол алдыңғы жолы Трамппенен сөз сайысқа дебатқа шыққан кезде қатты жеңіліске ұшырады. Сол жеңіліске ұшырағаннан Байденнің ғана емес, демократтардың бүкіл Америка халқының, тіпті халықараның алдындағы бет-беделі шыңыраудан құлағандай құлады. Яғни тік сызықпен құлады. Олар төмендеп бар, былай жоқ оған келмеді. Тіпті тура шыңыраудан сорғалап тұрып құлағандай құлады. Себебі Байден ақсақал сол жолғы Трамппен болған дебатта өте нашар кейіп көрсетті. Артынан өзі ақталып, біраз тұмауратып жүредім, суық тиіп қапты анау-мынау дегенмен жұрт онысын қабылдаған жоқ. Бұл бірінші. Екіншісі, Байденнің осы жолғы бейнесінен кейін Демократтар партиясының ішінде көсемдер сипатында жататын Нанси Пелоси кемпір, ол да Трамп өз шешіміменен кетсін деді. Және ол жерде ол қайта-қайта өз шешімімен, өз таңдауы бойынша өзінің таңдауын жасасын деді. Нанси Пелосидің бұл сөзінің артында, бұл өзі деген сөздің өзінің артында бір нәрсе тұр. Обама Байденді меңгеріп, Обама Байденді қуыршақ президент қылып билеп отыр деген бір түсінік бар. Жалпы бұл ресми халықарада мойындалған түсінік болмағанмен, Байденді сол Обама меңгеріп отыр деген сөз бар болатын. Жарайды, кім меңгерсін, ол меңгерсін. Бірақ осы өсектен арылам деді ма? Жоқ, өздерінің бір ішкі құпиясы бар ма? Обама да дереу Байденге шегінеді. Ал үшіншісі, Демократтар партиясын қаржыландырып отырған қалталылар Байденді шегінбесең біз қаржыны үземіз деді. Төртіншісі, Байден соңғы кезде тіпті өзін қолдайтын, әсіресе солшыл демократтардың медиасында да Байденнің неше түрлі сәтсіз видеолары көп тарады. Мысалы, оның сүрініп қалатыны, жығылып қалатыны, Вестпойнт әскери мектебіне барған кезде екпетімен құлап масқара болатыны, сыйлық ұсынып жатқан кезде қайда барарын білмей сахнадан кетіп қалатыны, жұрттың бәрі сахнаға шақырып отырса, ол қарсы бетке өтіп кететіні, анау Францияға барған кезде Франциядағы жиналған батыс елдерінің басшыларының бәрі мына жаққа қарап қызықтап отырса, шал мына жаққа лөйдалаға қарап отырғаны, Макронмен кезіккен кезде Франция президенті отыратын орындық іздеп айналасына қарайды. Ештеңе жоқ, бірақ шалдың көзіне бірден елестейді. Сонысы, одан үнемі жаңағы бір ауада біреуге бүйтіп қол беріп амандасып сөйлеседі, көзіне жын көріне ме, шал алжыды ма, миы қартайды ма, миы солды ма, бір бәле. Ал енді осы жолғы НАТО-ның жиналысында Зеленскийді шақырған кезде енді ең үлкен масқара болды. Украинаның президенті Владимир Путинді сөзге шақырамыз деді. Деп көзін бүйтіп ежіретті, артынан барып Зеленскийді мен фокус Путин болып қапты, мен бүкіл назарым Путинде болып қапты, сол Путинді жеңетін Зеленскийді шақырамын деді. Зеленскийді жұлып алғандай I'm better деді ме, не деді? Мен одан жақсымын деді ме, күштімін деді ме, сондай бір сөз айтып қалды әйтеуір. Енді Байденнің әбден кәртейіп мәлкілдеп кеткені, өте осындай соңғы кезде бір емес, екі емес осындай қарекеттерінің көп болуы, тіпті енді кейбір ажуаларды түсінбейсің, енді кейбір әлеуметтік желіде тарап жүрген ажуалар енді ұятта, оны айтпай-ақ та қояйын енді. Шал екен тіпті айтпай-ақ та қояйыншы енді. Ол мүмкін енді неше түрлі программамен жасалған шығар, бірақ енді ұят енді. Қысқасы шал екеннің сондай бір қылықтарына байланысты шал 40 жылдық саяси өміріне қош айтты. Енді өте ауыр. Өз басым, ол кісі осылай кетпеу керек еді. Енді шынында енді әбден шаршады ма? 40 жыл дегеніңіз оңай емес. 81 жасқа келгенде 81-дегі біздің шалдар не істеп жатыр білесіздер. Бірақ енді әркім денсаулығы әртүрлі ғой, мысалы, енді кім біледі. Бірақ бұл көрсеткен Камала Харристі қазір не Пелоси, не Обама қолдап жақ берісін ашқан жоқ. Бірақ
Трамп дереу CNN-ге сұхбат беріп үлгерді. Мені бір таңырқатып отыратыны, Трамп десе тіс тырнағымен қарсы CNN енді Трампты осы телевизордан түсірмей қапты. Мен қазір мына Вашингтондамын, жұмыс бабымен шапқылап жүрмін. Күндіз қарбалас болып шапқылап кетемін. Кездесулер анау мынаулар болады. Бүгінде жексенбі болып біраз ары бері нетіп қалдық. Сонда енді әйтеуір көріп телевизорлар көріп қаласың, кездесіп отырғанда телевизор қойып қаласың, CNN-ді көзің шалып қалады кез келген жерде. Осы Трамп түспейтін ме? Баяғыда Трамптың артынан жаңа ит қосып қуып әбден зықысын шығарған, Facebook бұғаттаған, Twitter бұғаттаған, YouTube бұғаттаған Трамптың басар жері қалмай, барар тауы басар жері қалмай қалып еді. Енді CNN сұхбат ала қапты. Баяғыда Трамп та CNN-нің тілшісіне сұхбат бермеймін, сендер фейк ньюс CNN деуші еді. Енді сұхбат бере қап. Сонда Трамп не дейді? Байденді Америка тарихындағы ең сорақы президент деді. Ең жаман президент деді. Енді айтты, егер Камала Харрис шығатын болса, Камала Харристі жеңу оңай деді. Бірақ қазір Камала Харрис шыны шыға ма? Жоқ, Обаманың қара келіншегі шыға ма? Бұл әзірше белгісіз. Енді оны алда болатын Демократтар партиясының республикалық деңгейде құрылтайында кімді өкілі қылып қояды, сонда ғана шешіледі. Енді Камала Харрис егер шынында сол түсетін болса, оның бір-екі артықшылығы бар. Бірі әйел, екіншісі мигрант, үшіншісі оның терісі қаралтқым, енді колор, реңді адамға жатады, яғни қаралтқым. Оның шешесі үндістандық, әкесі ямайкалық, ал ямайканың халқы негізінен қара зеңгілермен сол жергілікті оңтүстік америкалық тұрғындардың тағы сондай халықтардың қоспасы. Сондықтан оның Камала Харристің қаны біраз күрделі, оны қара зеңгі деуге де келеді. Әйтеуір қоңыр түсті адам, жаңағы Америкаша айтқанда енді ол ақ емес енді. Енді ол Америкаға келіп, Үндістандағы оқуын бітіріп, сосын Америкаға келіп магистратура оқыды дейді, анау мынау дейді, енді өмір тарихы туралы. Жалпы ол бір American Dream дегенді дәлелдейтін бір ортықтысы бар. Яғни біз Америка адамдардың арманын іске асырамыз дегенді де келтіріп қояды. Әйелдік сипаты ол бар. Сондықтан батыстық көзқарас бойынша ол сайланып кетуде бек мүмкін. Енді қара зеңгінің баласы, айдаладағы қаңғып келген кениялық арабтың туғызып кеткен баласы қара балада президент болды, оның қасында мынау қаралау келіншек, бұл да болып қалу бек мүмкін, оны бір құдай біледі. Бірақ енді оның бірнеше минустары бар. Трамп айтқанда, егер Камала Харрис бәсекеге түсетін болса, оны жеңу оңай деді. Бұл жерде бір нәрсе, Трамп өте шешен, Трамп өте қуатты айналасында адамдарды жия алады. Ал Камала Харрис оның қасында Трамппен салыстырғанда Камала Харрис тілге өте шорқақ. Егер Камала Харристі тура сөз жарыс, шешендік дебатқа салатын болса, Американың дәстүрі бойынша екеуін тура жібереді, сөйтіп сөз сайысқа салады. Егер салатын болса, онда Трамп оны шайнамай жұта салады. Шайнамай жұтып етін жеп сүйегін бүрке салады. Сүйегін мүжіп жібереді әуелі. Сондықтан бұл жерде Камала Харристің артықшылығы да бар, минустар да бар. Енді оның сөзге шорқақтығы енді today is today, tomorrow is today, жаңағы yesterday is today of yesterday дейме, сондай бір сөздері бар. Енді елге күлкі болып жүрген сөздері. Біреулер енді өте терең сөз, үндістандық бір нақылды аударған болар деп ойлайтын шығар біреулер. Бірақ мен өз басым, бүгін дегеніміз бүгін, ертең дегеніміз ертеңгі бүгін, кеше дегеніміз кешегі бүгін деген бір сөздер бар. Енді былай қарасаң, сосын Украина соғысы туралы не айтасыз деп журналист сұрақ қойса, Ukraine is a country of Europa, Украина дегеніміз еуропалық ел, оның бір шекарасы Еуропамен шектеседі, Ресеймен де шекарасы бар, Ресей оған заңсыз түрде басып кірді деп апам қарап тұр енді. Жаңағы, енді оның біраз несі бар енді, мүмкін шетелдік болған ма, жоқ, шынында тілге нашар ма, бірақ тілге нашар дейін десең, о кемпірдің де Америкада жүргенде қай заман енді. Сондықтан енді қазір Американың тағдыры қызықтау болып тұр. Және бұл демократтардың тура осы сайлауға аз қалды. Міне қараша, август келді деші, август, қыркүйек, мысалы, тамыз, қыркүйек, қазан, 3 айы қалды. Енді ар жақ бер жақ. 3 айдың ішінде мына шалды түсеше түстеу, бұл Америка тарихында да болмаған оқиға енді. Мен білгенде болмаған оқиға. Енді шынында партия жеңе ме, жеке тұлға жеңе ме? Енді
партияның ықпалы басым түсе ме, жоқ жеке тұлғаның жаңа индивидуалдық жаңа рөлі басып кете ме, бұны енді алдағы сайлау көрсетеді. Бірақ жеке тұлға үшін алсаң да Трамп күшті болып тұр. Ал партияның ықпалы жағынан да демократтардың ықпалы республикашылдардан күштілеу, олардың жаңа иммигранттар, сосын ақ емес адамдар, азиаттар, жапондар, корейлер, мысалы азиаттардың ішінде, жалпы орта шығыстан келгендер, қара нәсілділердің дені демократтарды қолдайтыны бар. Сондықтан олардың да жаңағы біраз несе басып кетуі мүмкін, партиялық тұрғыдан алғанда. Енді оны болашақ көрсетеді. Бірақ Трамптың өзі осы жолы тактика қолданды, аяқ астынан бір қара зеңгі попты алып келіп, өзінің жаңағы жиналысында өзіне зеңгі поп сөйлеп кетті. Енді қазір мына ютубты ерінбей көргендер болса, мынау алдыңғы жолы Трампты ататынын, оның құлағына тиетінін болжаған поптың каналы бар ғой, ол енді тіпті Трампты құдай жасап кетті ары қарай. Сол каналдың көрілімі де артты 1 миллион болып. Енді қазір тағы бір басына бір бүйтіп біздің қазақтардың бір жаңағы киізден жасаған тымағы сияқтыны бүйтіп жапырып киіп алатын бір шал бар енді. Сол шалдың жаңағы бір мұсылмандар туралы айтқан видеоларын баяғыда 1-2 рет тыңдаған. Сол шалда енді егер Трамп болмаса Америка құриды дегендей болып. Трамп деген болашақта Американың президенті болады деп, ол христиан шалда ұрып жатыр лекцияны. Енді қазір Трампты діни уағызбен күшейтіңкіреп жіберді. Америкада білесіздер, мына дінге қатты берілген штаттар бар, мысалы Тексас, Калифорния, жаңа ыстық жақтың 1-2 штаттары бар. Нью-Йорк енді ол демократтардікі. Енді шынында қазір мынау енді кез келген америкалық, кез келген тіпті оңтүстік Америкадан барғандардың олардың бір діни нанымдары күштілеу. Әсіресе мына Американың ақтарының діни нанымдары күштілеу. Енді мынау жастар жағы біраз дінсізденіп кеткен болмаса, енді Трампты қазір діни тұрғыдан сұмдықты әріптеп бара жатыр. Діни сипат алып бара жатыр. Бұл енді шынында бір күрделі оқиға, алда не болатынын бір Құдай өзі көрсетер. Бізден де түнгі сағат 1-ден 11 кетіпті. Бөлісіңіздер, таратыңыздар. Енді жұртқа бір өтініш, біздің мына Нағыз Ата Жұрттың каналының жазылушыларын көбейтіңіздер, өтініштер. Қазақтар өте селқос халықпыз. Тіркелу дегенді де білмейміз, бөлісу дегенді де білмейміз. Қазір мен мысалы осының астына бір сұрақ қоямын. Қаншаларыңыз менің YouTube арнамды, қаншаларыңыз өз YouTube аккаунттарыңызда бөлісесіздер? Facebook'ты бөліскенді біледі жоқ, Twitter'ды бөліскенді біледі жоқ, е? Бірақ YouTube'ты бөліскенді білмейді. YouTube'те комментарий жазуды да білмейді көп қазақ. YouTube'те қазір бөлісуге болады, өз арнаңызға бөлісуге болады. Мысалы, сіз аккаунт аштыңыз, болды. Енді сіз менікінің өзіңіздің YouTube арнаңызды ашып қойып қоюыңызға болады. Мысалы, сізде YouTube'те қазір Facebook сияқты фотолар, өзіңіздің жазбаларыңызды жариялауға болады. Енді осы функцияны пайдаланбайсыздар ма? Сосын қаншаларыңыз бұны Facebook'та бөлісесіздер, қаншаларыңыз WhatsApp'та бөлісесіздер, қаншаларыңыз таныс біліс жолдастарыңызға жібересіздер. Астына жазыңыздаршы, мысалы мен тұрақты жіберіп тұрам, бөлісіп тұрам деп. Жоқ, бөліспейтіндер олар да бөліспеймін деңіздер. Бізде мына осы саяси белсенділіктің жоқтығынан тұтас ұлт бір саясаттан өлі сауатсыз қалдымыз. Енді мынау Трамптың билікке келуі бұл соғысты ұзаққа созып жіберуі мүмкін. Бірақ енді Еуропа Украинаны өзінің жаны үшін қорғайды. Себебі Украинадан арасы орыстың баратын жері Еуропа. Сондықтан орысты Украинадан асырмай, оны тасталқан шығар, бауыздап жібермеген күннің өзінде де сол Украин жерінде орыс ит жығысқып батпаққа мал шындырып, құйға батырып ұстау Еуропаның өз мүддесі үшін керек. Еуропада қазір ішкі жаңағы мынау егер Трамп бас тартқан жағдайда дейтін ішкі дайындықтары да осы жолғы Трамп пен Байденнің бәсекесінен кейін ішкі жағында олардың да неше түрлі мамандары отыр ғой, тыңдап, көріп біліп, халықтың ауанын біліп. Америкалықтар енді соңғы кезде өздерінің мәселесіне қарай кетіп бара жатқанын білді. Бірақ Трамптың Қытайды қысқаннан жамандық болмайды, жақсылық болады. Себебі орысты орыс қылып, оны қуаттандырып отырған Қытай еді. Оның бүкіл нарығын тауармен толтырып отырған Қытай еді. Енді Қытайды қысса, онда орыста ішкі жақта экономикалық дағдарыс басталады, рубльдің құнсыздану басталады, тауардың жеткіліксіздігі басталады. Қытайды кеңірдектен Трамп қысып тұрғанда, Еуропа Украинаны жатып кеп қолдап жіберсе, онда ары қарай орыста Қытайда екеуі де екі жақта жатып, жаңағы көріне кіріп маркстеріне кетуі мүмкін. Бізге де керек сол шынында тәтті арман деген сол ғой. Орыс 30-ға жіктеліп, Қытай 40-қа жіктеліп, орыс ойран болып, Қытай қырғын болса, ортасында қазаққа азаттық тағы да атар ма еді? Орта Азиядағы бүкіл орыс тепкісіндегі халықтар шын мәніндегі демократияға жетер ме еді? Ол бір Алланың қолында.
Енді қазақтар, егер соғыс ұзаққа созылып, Путин жаңағы не ар емес, не бер емес өз күшінде қалса, онда Тоқай не болады? Онда Тоқай алады да Назарбаев аталарыңыздан қалған жол бойынша конституцияны өзгертеді, тағы 7 жылға отыра салады. Немесе бір өтірік референдум өткізе салады. Не кезектен тыс бір сайлауды бұрын өткізе салады. Тіркеген еш партия жоқ, өтірік өңкей фейк партияларды тіркеп қойды. Мысалы, біздің партияны тіркемейді, Алға Қазақстанды тіркемейді, ДВК-ны экстремистік партия деді, Көше партиясын экстремистік партия деді мысалы. Енді өтірік фейк партияларынан өтірік фейк маймылдарды сайлауға шығарып қойып, Тоқаев аталарыңыз кез келген уақытта өтірік сайлау жүргізіп, өзін тағы 7 жыл жалғап отыра беру бек мүмкін. Міне, сондықтан қазақтарға не істеу керек? Егер шынында Путин әлсіреп, айдаладағы Қазақстанға жаңағы қарайласу ОДКБ-сының әскерін жіберуге шамасы жетпейтіндей болған жағдайда, бейне Әзербайжандар жәркемдеп жатқанда Украина, Әзербайжандар жәркемдеп жатқанда Арменияға орыстың қарайтын шамасы қалмай қалды. Тура сондай бір жағдай болатын болса, онда Қазақстанда саяси өзгеріс жасау, саяси төңкеріс, революция, митингі, ереу, тағы басқа халықтық наразылық үлкен күресті бастауға мүмкіндік туады. Оның бәрі айналып келгенде сіз ояндыңыз ба? Сіз айналаңызды ояттыңыз ба? Соған байланысты болады. Жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды. Егер ел болып, тұтас жұрт болып оянбасақ, соның барлығы сізден. Соның барлығы сізден. Қазіргі қазақ қоғамы бір тал шырпыны ғана күтіп тұрған қоғам. Сол бір тал шырпы сіз болып, біз болып, қоғамды осы лаулаған күрестің өртіне орасақ, мына мәлкілдеп отырған сәбет сасыған, орыстың идеологиясымен уланған, өз ұлтының жауы болған мына сәбет сасыған коммунист шалдарды жиып отырып, түрмеге тықсақ, дарғасатын дарғасап, ататынын атып жіберсек, бұлардың ұрлаған байлығының бәрін қазақтың қолына қайтарсақ, Қазақстанда әділ, еркін, демократиялы сайлау жүйесін орнатсақ, қазақтың өз ішінен шыққан адал ұлдары, таза ұлдары, білімді ұлдары, білікті ұлдары сайлауға түссе, халық өз ұлдарының ішінен қасқасымен жайсағын өзі таңдаса, қазақтың игі жақсы өз елінде өзі билік жүрсе, біздің одан басқа арманымыз жоқ. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Каналға жазылыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, басқа адамдарды мүше болуға шақырыңыздар. Күрес деген осыдан басталады.